бүгін біздің ұлттық валюта егеміздің туған күні осыдан 29 жыл бұрын біздің ұлттық валюта айналысқа енгізілген. Сол біздің егеміз осы біздің тәуелсіздігін құрдық. Былтыр мысалы біз тәуелсіздігіміздің осы жылдығын мерейлі күні болды. Бүгін осы 29 жыл біздің келгеніміз мерейлі күні. Енді сол жылдары бұл негізі экономика кезіндегі мынау тұрақты жағдайында өте дер кезіндегі шара болды. Неге десеңіз, бізде өзіміздің ұлттық фабрика банкнотный іске қосылды. Өзіміздің монетный дворымыз өскемендегі іске қосылды. Мына 29 жыл бұрын өзіміздің ақшамыз печатает, жаңағы неден металлықтан шығарып жатыр. Ол негізі бұл ең бірінші сол 93 февральдан бастап осы теңге алғашқы біздің Жамбыл жеріне, Тараз қаласына келген. Осы жерден бастап бүкіл аумақтарға таратылған. Бұл бізге бұл өте біздің ерекше. Біздің тараздықтарға сол жылдардан бастап осы ол кезде жаңағы 12-ші қарашада президент указы шыққан, осындай енгізілді. Сол 15-тен 30-ға дейін 3 күн ішінде теңгеміз енгізіліп, бүкіл жаңағы осы Қазақстанның аймақ аймақтарына таратылған.